22-де умраға барғанда, Алла, осы үлкен қажылықты маған нәсіп етші, отбасыммен деп. Құда қаласа сол шақырып жатыр Алла тағала. Алла тағала құдіретті ғой. Жамағатқа дұға жасау, туған туысқандарға дұға жасау, туысқан Қазақстанға дұға жасау. Алла тағала ниетімізді қабыл етсін. Бірінші Алла тағала жаратқан, екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрген жерін аңсайсың, сәлем бересің. Раузаға кіріп 2 рәкат намаз оқыдық. Басқаша да ол жерде жүрген. Бір періште көтеріп жүре ма алақаныңда. Ештеңке ойламайсың да, дүние, байлық, түлкі. Кешірім сұрауға Алладан. Сол тозақ отынан сақтап, Құда қаласа. Сол жаннат қой арманымыз. Кек сақтама дейді Арафа тауында тұрғанда. Сол кек сақтатқан адам жаннатқа есік жабық дейді. Сол бәрін кешіреміз, енді Құда қаласа кешірдім. Кімде қарызы бар, кімде кегім бар, бәрін уже кешірдім. Мен өзім немере ағам барған. Соның үйіне барып, умраға баратқанда батасын алып қайттым. Сол әсер етті. Балдар, иман, сол біраз сабақ болды маған. Енді маңызды дұға тілек сол бізден қалған бала-шағамыз, туған туысқандарымыз, сол ла илаха илlallah Мұхаммед Расулалла деген мұсылман бәрін осындай Алла жолына түсіп, намазға жығылып, әйтеуір ақыретін ойласа деймін ғой.